Саламатсыз ба, құрметті достар. Бүгін біз сізбен стоматологиялық қабылдауда кездесетін анафилактикалық шок шұғыл көмек көрсетеміз. Анафилактикалық шок ол бізге организмге түскен аллерген тез дамитын аллергиялық реакциясы ең ауыр түрі. Бізде осы жағдайда клиникалық көрінісі ең бірінші аллерген түскен жерде қызару пайда болады. Осыны қысшу пайда болады. Содан кейін бізде ісіну бізде аллерген түскен жерде пайда болады, тілде пайда болады, ұлт жағында пайда болады, и содан кейін жұмсақ таңдайда пайда болады. Жұмсақ таңдайда ісіну пайда болған кезде бізде стенозды асфиксия алып келуі мүмкін. Жалпы жағдайына қарай бізде кеуде қысылу сезім пайда болады, тахикардия, аритмия, бас айналу, әлсіздік және бұлшелеттер, қолдың, аяқтың бұлшелеттер таралып қалады. Шұғыл көмек бірінші кезеңі процедурадан тоқтату, жедел жәрдем шақыру. Қысып тұрған киімдері босатамыз. Терезе ашамыз. Бірінші 1% адреналин 0,5 мл бұлшелетке саламыз. Содан кейін екі қолына вена функция жасап, бір қолына физраствор, екінші қолына глюкоза саламыз. Содан 10-15 минутке сайын адреналиндің әсері көреміз. Әсер болмаса 0,1% адреналин физрастворға қосамыз. Содан кейін дексаметазон 2 ампула 8 мл физрастворға қосады. Содан кейін 2% 4 мл супрастин көк тамырға салады. Содан кейін 2 ампула 10 мл эуфилин көк тамырға салады. Асфиксия болған жағдайда трахеостома жасады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Стом 401.